Құрметті оқушылар, Қазақстан тарихы бойынша сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 19 ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік территориялық реформалар. Бүгінгі сабағымызға берілген оқу мақсаты Ресей империясының отарлық саясатының себеп-салдарын анықтау. Зерттеу сұрағы: патша үкіметі тарапынан бөліп алды билей бер ұстанымын қалай жүзеге асты? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбына қысқаша шолу жасайық. Бөліп алды билей бер ұғымы қазақ жеріне Ресей патшалығының отарлау саясатында жүргізген реформаның басқару жүйесіндегі іс-әрекеті. Әкімшілік реформаның себептері. Не үшін қазақ жерінде осы кезеңде әкімшілік реформа жүзеге асырылды? Біріншіден, 1822-24 жылдардағы жүргізілген реформалардың жарамсыздығы, сұлтандардың билігінің сақталуы, Ұлы жүз аймағының Ресей құрамына өтуі, Ресейдің еуропалық бөлігінде өнеркәсіптің қарқынды дамуы себепті арзан жұмысшы күші мен шикізат көздері қажет болды. Осы себептерге орай әкімшілік реформаны уақытша ережені ұсыну мен пайдалануға мүмкіндік берілді. Патша үкіметі 1867-68 жылдары Қазақстан аумағында әкімшілік реформа жүргізді. Оның негізгі мақсаты сұлтандар тобын өкімет билігінен біржолата ығыстырып, жалпы ел империялық басқару тәртібін енгізу еді. Жаңадан енгізілген шаралар өлкені шаруашылық жағынан орталауға ықпал етуге және оған Ресейдің еуропалық бөлігінен қоныс аударатын шаруаларды одан сайын көбейте түсуге тиіс болды. Құрметті оқушылар, біз сіздермен бүгінгі тақырыпта 1867-68 жылдарда Ұлы жүздің Ресей империясының қарамағына өтуі, сонымен қатар орталық Азия мемлекеттерінің Ресей қарамағына өтуі барысында Ресейдің жүргізген отарлау саясаты мен осы отарлау саясатын жүзеге асырылғаннан кейін пайда болған басқару жүйесі жайында білетін боламыз. Олай болса, оқулықпен және де алдағы тапсырмамен жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма: бейнематериалмен жұмыс. Сілтеме бойынша бейнематериалға өтіп қараймыз, тамашалаймыз. Негізгі ұғым мен берілген материалдарды есімізге сақтап отырып, мына сұраққа жауап берейік. Патша үкіметінің 1867-68 жылдардағы реформа жүргізуінің себебін анықтаңыз. Реформа мақсатын сипаттаңыз. Патша үкіметінің реформаны жүргізудегі дайындық жұмыстары туралы әңгімелеңіз. Осы тапсырманы дұрыс әрі нақты орындау үшін мына дескрипторларды қолданыңыз. Патша үкіметінің 67-68 жылдардағы реформа жүргізілуінің кемінде 2-3 себебін анықтайды. 67-68 жылдары әкімшілік реформалардың мақсатын сипаттайды. Патша үкіметінің реформаны дайындау жұмыстарының кемінде 1-2 шарасын нақты дәйектер келтіре әңгімелейді. Осы тапсырманы мұқият орындап, дәптерімізге жазып, алдағы өткен тақырыпты және бейнематериалды мұқият қараңыздар. Құрметті оқушылар, 67-68 жылдардағы реформа жүзеге асырылғаннан кейін қазақ жерін бөлу және де басқару жүйесі түбегейлі өзгерді. Осы тұста біз сіздермен қазақ жерінде пайда болған генерал-губернаторлық облыстар, уездер, болыстар туралы көбірек ақпарат аламыз. Қазақ жерінде 3 генерал-губернаторлық қалыптасты. Ол жерді генерал-губернатор басқарды. Губернаторлықтарға облыстар кірді. Облыстарды әскери губернатор, яғни атаман басқарса, оған уездер кірді. Уезді уезд бастығы басқарды, уездге болыстар кірді. Болыс сұлтаны басқарды. 1000-2000 шаңырақты ауыл құрады. Ауыл старшыны басқарды. 100 және 200 шаңырақ сол ауылдың құрамына кірді. Құрметті оқушылар, бұл ақпаратты білу өте маңызды, себебі бұл біздің қазіргі таңда ауыл, аудан, қала болып қалыптасуымыздың басты, яғни далалық өркениеттен Ресей империясының қыстауы мен Ресей империясының әкімшілік реформаларының салдарынан осындай басқару жүйесіне енуіміздің басты бірден-бір тарихы болып есептеледі. Келесі. Құрметті оқушылар, сол кезеңде берілген 67-68 реформалар бойынша Қазақстанның әкімшілік бөлінісі. Сіздерге карта берілген. Картаны және оқулықты пайдалана отырып, қазақ жерінің аумақтық бөлуін төмендегі кестеге орналастырыңыздар. Сіздерге нақты генерал-губернаторлық, облыс, уезд барлығы берілген. Осы картаға сүйене отырып, мына кестені
толтырыңыздар. Қанша генерал-губернаторлық болды, сол генерал-губернаторлықтарға кірген облыстарды, уездерді мұқият дәптерімізге жазып орындаймыз. Құрметті оқушылар, алдағы өткен тақырыптарымызды, материалдарымызды, тапсырмаларымызды қорытындылай келейік. Бүгінгі білген тақырыбын бойынша қысқаша ой тұжырым жаса, берілген ақпараттарды бірнеше сөз тіркестерімен сипатта. Мысалға, мен сіздерге айтып өтейін. Бірінші, мен уақытша ереже деген сөз тіркесін пайдаланғым келеді. Себебі уақытша ереже арқылы осы бүкіл реформа жүзеге асыра бастады деген секілді. Бұны да дәптерімізге мұқият орындап, жазып, бірнеше ғана сөз тіркестерін пайдаланамыз. Құрметті оқушылар, сіздерге берілетін үй тапсырмасы 1667-68 жылдардағы реформа тақырыбына хронологиялық кесте жасаңыздар. Кері байланыс. Тақырып бойынша алған біліміңді 10 балдық шкаламен белгілеп түсіндір. Мысалға, мен 10 балдық шкаламен бүгінгі тақырыпты түсіндім, немесе 5 балдық орташа түсіндім, маған әлі мына тақырыпты одан әрі дамыту керек деген секілді шынайы өз жауабымызды жазамыз. Құрметті оқушылар, сонымен біздің бүгінгі сабағымыз соңына келіп жетті. Тақырып сіздерге қызықты әрі түсінікті болды деп сенемін.